ол да үлкен стаж қыздар, иә? Бір кісінің өзі қарап алсаңыз, бір жұмыстың өзін бір жылда неше рет ауыстырады. Сетевой түгіл үкіметтің жұмысын. Ал сетевойға адамдар хобби есебінде келеді. Ал біздер нағыз жұмыс есебінде келген топ лидерлер осы жерде отыр деп айта аламын. Тағы айтатын болса, мен мақтанатын биылғы бітірген шаруамыз, артымнан элитный директор шықты, міне, Макулова Ақмарал ханым, ол кісінің артынан бриллиантный директор шықты, міне, және де бізде Рубин, золото өте көп, менің Ситкалева Айгүлім Рубинве директор, оның өзі қандай жетістік деп айта аламын, неше жылдан бері директор статусын аша алмай жүрген Баян апам да директор статусын ашты, міне. Құдай қаласа, осы каталогтен бастап біздер серебряный директорге жұмыстанып жатырмыз, 2 қатыр, және де старший директорын ашқан, міне, биылғы жаңалығымыз, міне, алдарыңызда отыр. Шолпан ханым, міне, тікелей директорлерін айтып кетіп жатырмын да, сонда керемет тағы да лидерлерім келіп отыр, өйткені артында командасы бар адамдар осы жерге топ лидері болып келіп отыр. Сіздерге айтатыным, мен 9 жыл болсам, мен мақтанар едім тәрбие апаларға 10 жыл болып жатыр деп міне. Және мақтанар едім Балжанай ханымға 20 жылға жуық. Мен алдым да бір Алматыдан ба бір жерде сұрақ қойдым азиатский конференцияда. Сізге неше жыл болып жатыр дегенде, сол кезде 14 жыл деп айтқан да. Одан бері неше жыл өтті? Неше жыл өтті Балжанай ханым сізге? 16 жыл. 16 жыл, міне қараңыз, 2 жыл бұрын сұраған болып тұрмын ғой. 16 жыл. Көрдіңіздер ме? Ал енді сіздерге сетевойда жасасам бекен, жасамасам бекен деп ойлануға сіздерге ешқандай кедергі жоқ деп ойлаймын. Өйткені көрді стажы бар адамдар, біздер не үшін жүрміз осы? Мен 9 жыл, тәрбие апаға 10 жыл емес, тәрбие апа 12 жыл. 12 жыл, менен 3 жыл бұрын келді бұл кісілер. 12 жыл, 16 жыл бұрын жүрген ханымдарды көрген екен, енді сіздер қорықпай, заңды түрде, сенімді түрде жеке кәсіпкер болып, өзіңіздің мұрагерлікке қалатын бизнесіңіз бар екеніне сенімді болып кетулеріңізге осы бүгінгі семинарымыз үлкен себепші болады деген ойдамын. Дұрыс па? Дұрыс. Бір қателігі жоқ, міне, өзім айтайын. 2012 жыл тіркелсем, міне, биыл маңыз 2021-де 9 жыл болады. Қалай есептесеңіздер де, әуелі рахметімді көшбасшымыз Балжанай ханымға рахмет айтамын. Келіп Жұмабаева Тәрбие ханым мен Жұмабаева Іңкәр ханымды тіркеген үшін үлкен рахметін айтып басын дейгім келеді. Себепші болып келдім. Ал енді қолымның аллергиясында мен Аллахқа берген аллергия ауруына рахмет айтамын. Менің аллергиям болмаса, мен фабрикті іздеп бармас едім. Порошогын іздемес едім, ыдыс жуатын іздемес едім. Аллахқа сансыз шүкірлік, аллергиям болды, ауру жақсы көріңіз дейді. Ол саған бір Алла себепші қылып жіберді. Сол арқылы сен басқаша болып кетуің мүмкін да. Сөйтіп келдім, іздедім, Жұмабаева Тәрбие ханым офисын көрдім, кірдім. Ішінде әп-әдемі болып, кішкентай болып, Іңкәр ханым отыр екен. Ол өзі кішкентай еді өзі. Сәргенчек, маған порошокпен ыдыс жуатынды берші деймін ғой. Жоқ, берілмейді бұл жерде. Тек қара тіркелесейді. Тіркелгім келмейді. Өйткені мен мұғалім болып жүргендіктен 10 компания тіркелген, маған ешқайсы компания бизнесте ұнаған жоқ. Жасай алмады. Өйткені дәрі сату өте қиын. Сіз біреудің денсаулығына жауап беруіңіз керек, бат сондай дәрі сондайлар болды. Мен жасай алмайды екенмін, біреудің ертең бір зат болса, мен жауап беріп сотталып кетесін деп күйеуім күнде қорқытатын. Содан қорқып жүрдім. Ал енді фабрикке айтады ма, тегін тіркелесіз, сізге порошок сыйлыққа келеді. Былқ етіп отыра қалдым. Сыйлық, подарок. Әйел адамға сыйлық пен подарка десе 50% жұмыс ми жасамай қалады. Сыйлық подарка деп момент түркеп алу керек. Іңкәр ханымға әлі де рахметімді айтып басын деймін. Не үшін? Меніған сатып жүрмеген үшін. Көп адамдар қателесесіздер. Қой тіркелмеймін, сатпаса мен анау істен бір бола саламын деп айтады, пожалуйста, бара беріңіз. Бірақ сіз ұтыласыз. Сіз 20% жеңілдігінен ұтыласыз. Және сіз каталогтың артындағы сыйлықтан да ұтыласыз деп әдемілеп түсіндірсеңіз, зат сатпай тіркеп алсаңыз, ол сізде немі тұрақты клиентіңіз, консультантыңыз, лидеріңіз болып қалады, Неге алаңдап жатыр? Құдық келе жатыр ма бізге? Қарамаймыз, қыздар, тек маған қараймыз. Енді, өйткені алтын уақытымызды қиып, біздер осы жерден күшті мотивация алып кету үшін келіп тұрық қой. Дұрыс па? Кім бриллиант болғысы келеді? Болды онда кем бриллиант болғыздар, кем дегенде да, национальный бір кісілер, көрдіңіз? Міне қыздар, сол үшін кіріп шығатқан адамға мән бермейді. Ол кісілер кәдімгі әшейін тұтынушы осы ресторанның, сіздер топ лидерсіздер. Міне, көрдіңіз ба? Аллергия арқылы келдім, үлкен жетістікке жетіп, табысқа жетіп отырмын, Аллахқа сансыз шүкір. Аллергиям да кетті, бизнесімде жүрді, 9 айлық қызыммен тіркелдім. Қазір біреу маған айтады, менде 9 айлық қызым бар, мен шыға алмайтын, күйеуім жүре алмайтын, 9 айлық балам тастап қайда кетейін деп бастайды. Ал көрдіңіз бе?
үйдегі негативке сынып қалып тұр. Ал өзі сабаққа келіп, көзін ашып, лидер болып жүр, үйдегі негативке сынып қалып тұр да. Үйдегі негативке ешқашан сынуға болмайды, өйткені бұндай ортаны ол кісі көріп атқан жоқ, күндегі офистегі сабақты көріп атқан жоқ, мега проектідегі сабақ тыңдап атқан жоқ, және чаттағы болып жатқан сабақтар тыңдап атқан жоқ, барынша ол кісіге түсіндіру керек, дәлелдеу керек. Мен осы Балжанай ханым бүгін барып көретін болсам, мен точно бриллиант боламын деп айтса, мен точно үйге кем дегенде 1 миллион теңге табыс кіргіземін дейтін болса, қандай ер азамат оны жібермейді? Айтыңызшы, табыс көзін кіргіземін деп отса, үйде отырып бизнесімді жасайын деп отса, сол үшін адамға түсіндіру керек. Ол сіздің ата-енеңіз бар, ол сіздің жолдасыңыз бар, барлығына тек түсіндіру керек. Айтады ғой, қазақта мәміле болу керек. Мәміле болған жерде бір-бірімізге сөйлескенде, түсіндіргенде ол барлық нәрсе алынбайтын қамал жоқ, шықпайтын шың жоқ, айтады ғой, жылы-жылы сөйлесең, жылан өрінен шығады, Әнмен шыға ма, қалай солай? Мұғалімдікті қойған соң мақалдарымды ұмытып жүріп шыны керек. Көрдіңіз ба, сол үшін айтар едім. Сіз үйіңіз барлық адамның отбасы бар. Даже бойдақ кім бар? Бойдақ біреу бар ма? Бар, бойдақ қыздың да жауапкершілігі ата-анасында. Дұрыс па? Ол ата-анасына сұрайды. Өздігінен кете бермейді ғой, мен бойдақпын, менде күйеу жоқ деп. Дұрыс па? Күйеуге кеткенше ата-анадан сұранады. Міне, сол кезінде бұл ата-анасына түсіндіріп, бейнеуден билет алып келу оңай емес, қарасаң. Наставнигі Астанада жүр бұл кісінің. Бізге сеніп келіп, менің түрімді көрмеді, маған сеніп келді. Ақмаралға сеніп келіп отыр. Көрдіңіз бе? Сол үшін сіздерге айтар едім. Әрқашан өзіңізге сенімді болыңыз. Адам өзіне сенімді болған кезде келесі адамға айта алады. Дұрыс па? Сол үшін сендіре алады, түсіндіре алады. Міне. 4 баланың анасымын. Егерде мен балам көп деп сылтауратып жатқан адамға, менің де ата-енем бар. Менің де жолдасым бар. Менің жолдасымды жақсы таниды Тәрбие ханымда. Кемеш ханым айда, Кемеш ханым өте жақсы таниды. Міне, көрдіңіздер ма? Міне, соған қарамастан тек аяқтан тұрып тұрып, қандай семинар болады, іс-шара болады, бәрінде жүгіріп жүрміз, Тағы да айтатыным. Басқа менде ештеңе жоқ. Болды, сол 4 бала, менде де бала бар, менде де отбасы бар. Менде де осы фабрикте бизнес. Маған басқа ешкім доход кірмейді, қыздар. Үкіметтен түсетін 4 балаға бір пособие ма, не деп айтады оны? Пособие ма, мен оны қарамайды екен, шыны керек. Қаратпай атқанына шүкір Аллаға. Фабриктің табысы болып тұрғаны, оның карточкасын шыны керек, жылына бір-ақ рет аламыз, жаңа жылға кезде бір аламыз. Сол кезде бір байып қаламыз, мынанша ақша түсіпті ғой деп. Көрдіңіз бе? Оны аймай үкімет түсірмей қойып жатса да мен білмеймін. Мысалы, әйтеуір жылына бір қараймыз оны. Соған мәжбүр болмағанына шүкір, қыздар. Үкіметті сол пособияға кім қарап отыр? Сен қарап отырсың ба? Соған күтіп отырсың әр айы. Міне, көрдіңіз бе? Соған зар болып күтіп отқанымда да көп. Мені сол ақшаға зар болмаған Аллаға сан шүкір. Екінші адамның өзінің сенімділігі, еңбекқорлығы деп білем, Алла қойған мақсаты дегенде. Тағы да айтатыным сіздерге, әрқайын ішіп жеп, бүгін тек позитивте болып, 2021-ге бүгін барып жоспарларыңызды жазып, армандарыңызды жазып, барлығы сиыр жылында орындалсын. Шыққан смайлик жүрген ғой, ұят қолдау халқымнан деген, шыққан жылында бүкіл негативтер қалсын, орындалмайған армандарыңыздың барлығын 2021-дегі сиыр жылына жазыңыздар. Сиырша жайылып, бәріміз Португалияға баруды Аллах нәсіп етсін. Осы жерде қыздар. Енді сөз кезегін сонау алыстан келген біздің көшбасшымыз Мұқанғалиева Балжанай ханымды алғаш көргісі келіп, асылып, ынтығып келіп отқан қаншама лидер бар, қол көтерейікші. Бейнеуден келді, міне. Ақтаудың түкпір-түкпірінен келіп отыр, бірінші рет алғаш рет көргісі келіп. Міне, көрдіңіз, мен сіздерге айтамын, әп-әдемі сұп-сұлу ол кісі. 55 жаста деп айтпайсыз, кәдімгі мен сияқты 38 жаста сияқты. Міне, менен де жас деп отырмын дейді, міне көрдіңіз ба сіз? Жақында ғана 55-ке толды, біздер құттықтадық бұл кісіге. Күшті керемет командасы бар, Оралда тосын сый жасады сізге. Неге бәрі әдемі киініп алғансыңдар дейді ғой қыздарына. Осындай деп айтып тосын сый жасады күшті. Осы кісі өзін таныстырып кетсін. Бәріңіз осы кісінің сөзін естіңіз, энергиясын алыңыз, мотивациясын алыңыз. Кем дегенде Балжанай ханым сияқты тамырларыңыз